11-ші дәріс басылымды пішімдеудің қыр-сыры. Пішімдеудің негізгі қағидалары. Тиімді пішімдеудің басты мақсаты мазмұнды оқырманға барынша ыңғайлы және түсінікті ету. Бұл қағидалар басылымның әрбір элементінде қаріптік өлшемінен бастап макеттің құрылымына дейін көрініс табуы керек. Бірінші, оқылу жеңілділігі. Қаріптік түр, өлшемі және жол айрылық қашықтық оқылуға қолайлы болуы керек. Екінші, ақпараттық құрылымдалуы. Мақалаларды, тақырыптарды және бөлімдерді логикалық реттілікпен орналастыру. Үшінші, көрнекі тазалық. Артық графикалық элементтерден аулақ болып, макетті таза және ренттікпен орналастыру. Төртінші, навигациялық қарапайымдылық. Мазмұн кестесі, бет нөмірлері және басқа да навигациялық элементтер арқылы оқырманның басылым ішінде оңай шарлауын қамтамасыз етеді. Қаріптер мен түстер, үйлесімділік пен стильді таңдау. Қаріпті таңдау. Негізгі мәтін үшін оқылуы жеңіл қаріптерді таңдаңыз. Түс палитрасы. Бренд түсі палитрасын ескере отырып, 4-5 түстен тұратын үйлесімді палитраны қалыптастырыңыз. Иллюстрациялар мен фотосуреттер. Мазмұнды толықтыру және эмоционалды әсер. Жоғарғы сапалы фотосуреттер, анық, айқын және кәсіби фотосуреттер басылымның беделін арттырады. Олар оқырманға эмоционалды әсер беріп, мақаланың мәнін тереңдетеді. Түпнұсқа иллюстрациялар. Арнайы жасалған иллюстрациялар басылымға бірегей стиль беріп, оның ерекшелігін көрсетеді. Олар күрделі идеяларды қарапайым түрде жеткізуге көмектеседі. Ақпараттық графика. Сандар мен фактілерді көрнекі түрде ұсыну үшін инфографика таптырмас құрал. Ол күрделі деректерді оңай түсіндіруге мүмкіндік береді.